Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықлар информациялық бағдарламасы. Білімлендіру тарауында минетті қорғауға байланысылы машқалалар. Өзбекстан кәсіптік ауқымлары федерациясының Қарақалпақстан кеңесі, Өзбекстан білімлендіру һәм ілім қызметкерлері кәсіптік ауқымы республикалық кеңесі тарапынан міне осы атамада пайтақтымызда семинар болып өтті. Мекеме кархана һәм шөлкемелер мектепке жекемге мектеп білімлендіру системасы қызметкерлері сондай-ақ жоғары оқу орындарынан минетті қорғау бойынша қанегелер кәсіптік ауқам комитетлерінің басшылары қатынасқан семинарда минетті қорғау тарауындағы әмелдегі низамшылық, жұмыс орындарында қауіпсіз минет шариятларын жарату, өндіріс процесслерінде жүзеге келуі мүмкін болған қауіп қатерлердің алдын алу һәм қызметкерлердің саламатлығын қорғау мәселелері бойынша толық мағлұматлар берілді. Бүгінгі күнде істеп жатқан құжаттарымыз 1995 жылы қабылданған. Өнерген заман талабына жауап бермейді. Технологиялық өзгерістер болып жатыр. Көптеген өзгерістер болып жатыр. Тармақтардың ішінде өзгерістер болып жатыр. Соның ішінде технологиялық өзгерістер болғанда, әлбетте шарайытлар соған маш дәрежеде өзгерту бойынша ұсыныстарын беріп, міне сол бойынша жұмыстар алып барылып жатыр. Үкіметіміздің айрықша қарарымен тастиқланды. Минет қорғау бойынша низам жаңадан қабыл етілген. Міне сол низамды һәм сол низам тикарында жұмыстарды сол минетті қорғау бойынша шөлкемлестіру бойынша талап дәрежесінде семинар шөлкемлестіріліп жатыр. Семинар дауамында тарау қанегелері тарапынан білімлендіру мекемелерінде ұшырасып отырған машқалалар дуталанып, оларды сапластыру бойынша анық ұсыныстар білдірілді. Сондай-ақ минетті қорғау мәдениетін арттыру, қызметкерлердің құқықтық сауаттылығын күшейту һәм қауіпсіздік техникасы қағидаларына әмел етудің ахметі айрықша атап өтілді.